Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай әдемі тақияны тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен тақияның лекаласын дайындап аламыз. Ол үшін бізге диаметрі 21 см болатын шеңбер сызамыз және де ортаңғы нүктесін белгілеп 11 см аралықта 3 бұрыш жасаймыз. Одан кейін тақияның жиегін жасаймыз. Ені 11,5-да 5, ұзындығы 58 см. Дәл осылай етіп өлшеп сызып аламыз. Және де дәл осы лекаламызды матаға түсіреміз. Яғни 3 түрлі мата қолданамын. Фетр матасы және паутинка және де атлас матасын қолданамын. Қағазға түсіріп алған лекалаларымызды дәл осылай матаға түсіріп аламыз. Енді біз барлық маталарды бір-біріне қосып шығатын боламыз. Бірінші кезекте тақияның жиегін жасаймыз. Ол үшін бірінші атлас матасын жаямын, одан кейін паутинканы жаямын. Бұның барлығының өлшемі дәл лекала бойынша. Ал одан кейін біз фетр матасын жаямыз. Фетр матасын пішкен кезде ескеретін жайт 11,5-да 5-тің жартысын пішеміз. Және де осы видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын қайырып, өтекпен үстіне дәке қойып, бастырып үтіктеп аламыз. Үтіктеген кезде мейлінше ақырын болу керек, өйткені біздің паутинка матамыз немесе астыңғы үстіңгі маталарымыз жылжып кетуі мүмкін. Сол себепті бір бөліктен өтіріп үтіктейміз. Міне видеодағыдай болып, бір тегіс болып шығу керек. Енді тақиямыздың үстіңгі бөлігін тігеміз. Дәл осы лекалада көрсеткен бұрышты барлық бөліктерінен шығарып аламыз. Яғни бұл жерде біз атлас матасын, фетр матасын және паутинканың барлығын дәл осылай 3 бұрышты етіп дайындап аламыз. Бұл 3 бұрыш біздің тақиямыздың биік көтеріліп тұруы үшін көмектеседі. Тақияның үстіңгі бөлігін дәл осылай отырып үтіктейміз. Ең алдымен атлас матасын жаямыз, оның ортасына паутинка, одан кейін фетр матасын және де паутинка және де атлас матасын қойып, үстіне дәке жауып, өтекпен бастырып үтіктеп шығамыз. Видеодағыдай шығады. Жиектерінде артық жерлер болса қиып тастайсыз және де қатты болып формасын сақтайтын болады. Біз себеп фетр матасын қолдандық. Енді біз екі осы бөлікті бір-біріне қосуымыз керек. Біз машинканың зигзаг бөлігіне қойып, тақиямыздың бірінші үстіңгі бөлігін, яғни төбесін тігеміз. Видеода көріп отырғандай тәсілмен тақиямыздың 2-3 бұрышын бір-біріне қосып, машинкамыздың тігісімен тігіп шығатын боламыз. Тіккен кезде өте ақырын тігіп шығамыз. Себебі біздің тігістеріміз, яғни бір-бірінен жылжып кетуі мүмкін. Баяу отырып ақырындап тігеміз. Кішкене тігеміз, жібереміз, қайтадан тігеміз. Міне видеодағыдай осылай қосылып тігіліп шығады. Байқасаңыздар, сәл жоғарылау болып шықты. Енді келесі кезекте біз тақияның жиегі мен үстін бір-біріне қосатын боламыз. Бұл жолы да дәл осы видеода көріп отырғандарыңыздай кішкенеден тігіп, тоқтатып, осылай ақырын тігеміз. Бұл жерде де зигзаг тігісін пайдаландым. Бір-біріне айқастыра отырып тігетін боламыз. Видеодағы өлшеммен тігетін болсаңыз, барлығы бірдей шығатын болады және де размерлері дәлме-дәл келетін болады. Тігіп болғаннан кейін жиегін де осылай бір-біріне қосып тігіп шығатын боламыз. Міне біздің тақиямыз дайын. Енді кішкене сәндік жұмыстарын жасасақ болады. Тақиямызды әсемдеу үшін маған ыстық желім, осындай үкі, қазақша ою және де әсемдік үшін осындай метрлік моншақ қажет. Осыны тақиямызға орнатып шығамыз. Ең әуелі мен осы моншақты тақиямыздың тігісін білдірмес үшін айналдыра ыстық желіммен орнатып шығатын боламын. Видеода көріп отырғаныңыздай желімімізді кішкене жағамыз және де оның үстінен метрлік моншағымызды бекітіп шығамыз. Бірден барлығына клейді жағуға болмайды, себебі біздің клейіміз тез қатып, моншағымыз жабыспай түсіп қалуы мүмкін. Моншақтарды жабыстырғаннан кейін міндетті түрде үстінен кішкене басып, ұстап, қаттырақ жабысуын қадағалаймыз. Және де артылған моншағымызды
қиып алып тастаймыз. Және де ең соңғы бөлігінде мықтап жабыстыруды қадағалаймыз. Келесі кезекте тақиямызға үкісін орнататын боламыз. Ол үшін біз тақиямыздың жоғарғы бөлігінен кішкене ғана осындай қиық жасасақ болады. Яғни оны қатты қиюдың қажеті жоқ. Өте кішкентай ғана біздің үкіміздің кішкентай сымы сиятындай болса болды. Осыған біз үкімізді өткізіп тақияға бекітетін боламыз. Үкімізді осылай өткізіп болғаннан кейін арғы бетіне қаратып, яғни ішкі бетіне қаратып, ішкі беттен көрініп тұрған үкінің сымын осылай майда етіп, ішкі беттен майыстырып орнатып шығамыз. Және де ол біздің басымызға тимеуі үшін осы фетрдің кішкене бөлігін алып, ыстық желіммен үстіне жабыстырып тастаймыз. Бұның үстін қызыл түсті мата артылған болса, сонымен жауып қоюға болады. Тақиямыздың дәл маңдай тұсын белгілеп алып, ол жерге оюды осылай орналастыратын боламыз. Оюды ыстық желімнің көмегімен жабыстыратын боламын. Әуелі қай жерге жабыстыратынымды белгілеп, кішкене сызықтармен сызып аламын. Содан кейін жабыстырып шығатын боламыз. Оюды жабыстыру барысында ең бірінші бір бөлігін жабыстырамыз, содан кейін қалған бөліктерін кішкене клейді жаға отырып жабыстыратын боламыз. Барлық жерге егер клейді жағып тастасақ, біздің клейіміз дұрыс жабыспай қалуы мүмкін. Сол себепті ақырындап жабыстырып шыққанымыз жөн. Осымен біздің тақиямыз дайын. Сіздер де дәл осы методикамен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығатын тақия. Видеоларым ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.